Жанель. Саламатсыз ба? Қалың қалай? Жақсы. Мет. Көйлегін көрсетпейді. Күшті көйлек алдым дейді, көрсетші, жіберші десем, жоқ, сол жақтан көресің деп. Күшті әдемі екен. Яғни киім мәселесі бар орталарыңызда, иә? Гардероб меняется. Талабы емес енді, бірақ септігі. Қалауы дейсіз. Жасанды көрсетіп, бұлай нетпейді. Өмірдағы өзі қалай бар, сондай алып жүреді. Өзін бір күшті қыз көрсеткісі келіп, сондай болып қалады ғой кездесулерде, ондай емес. Сол кейбіркі қыздар бар ғой, енді ондай жоқ емес. Өзінің шынайы күлкісін жасырады да, деп күлгенді қалайды ғой, ондай емес. Бақ жібере береді. Баруға план болмаған ол. Кездескеннен кейін ол жаңағы өзінің жеке бас проблемасы ғой, енді ортаға бөліспей қойсаңыздар да болады негізі. Сенімен бөлісті ме? Жоқ, айтпады. Кез келгенде айтам деген сияқты қылып теманы жаба салды, айтпады. Біріншіден, ол нәрсені мен өзім күтпедім. Залқарға айтсам, тағы жылап қалам ба деп ойладым да. Жылау қыз деп ойлап қалам ба деп қорқып кеттім. Дұрыс. Бәлкім Залқар саған көмектесе алатын беді, иә? Жарасы енді ғана болған дүниеде. И оны қайта-қайта тырнағым келген жоқ. Айтқан кезінде. А сен негізі өзі табиғи қандайсың мысалға? Менде бір жұмыста немесе бір жерде проблема болып жатса, мен оны жұмыстан ажырата алмаймын да, яғни мен оны үйге де алып келетін әдетім бар, яғни күні бойы жаңағы күңіреніп сөйтемін. А сен қандайсың? Жоқ, ондай емеспін. Жұмыста болған дүние жұмыста болады. Бұл жақсы енді. Демек ара қатынастарыңызға ешқандай бір кедергісін келтіріп жатқан жоқ бұл проблема. Басқа нәрсе кедергісін келтіріп жатыр деп. Ойбай. Айтып кететін дүние, мен любитель емеспін, мен начинающий уровеньдағы биші емеспін. Мен профессионально айналып жатырған адам болғаннан кейін, ойбай, мен белімнен тұтама, үйтпе дейтін болсам, ол менің не профессионализмім болатын еді. Мен басында келген кезінде айтқам, осындай бимен айналысамын. Я, мен түсінем, ол нәрсе ер баласына ұнамайды. И мен оған айттым, ара қатынасымызда барлығы дұрыс болып жатырса, мен парны билемей қоямын. Өзім шеке билеймін деп. Тағы айтылатын мәселе, мен барып жүрген школама енді мүлдем бармаймын да. Өзім сондай шешімге келдім. Оның Залқарға дым қатысы жоқ, және қиын болады да. Мысалға мен таксиге өзімнің бір туған апшемді салғанмын басқа қалаға. Арқанқы орындықта бір молда адам бар екен да. Оның қасына отырғызайын дейді да таксист. Ол уайымдамай ақ қой, ол молда адам дейді да. Молда болғанмен ол да еркек қой. Бұл қыздың жарайды, мен сені түсіндім. Одан кейін ары қарайда ол жақта бір билеп жатырғанымды Инстаграм желісіне салып жатырған жоқпын. Инстаграм желісіне салмай-ақ билей берсем болады деген сияқты. Жоқ, ондай емес. Суббота күні барған жоқпын. Себебі мен ол күні полностью Залқармен бірге болғым келді. Біз екеуміз бірге болдық. И менің ол жаққа даже баруға деген желанием да болған жоқ та. Сол себепті де мен бармадым. Не дейсің енді, Залқар ақталып тастады Жанель ақталғанда болған нәрсе болды ғой. Би биледі екенін, ол саған даже элементарно уважениеға бола, мысалы ұзын киіп келе жатыр. Қыз баланы онда үйтіп түсіріп не надо, оның мамандығы деген сияқты. Ауа сияқты ғой ол адамдарға. Тем более би билеп жүрген адамдарға. Медицинада амал жоқ. По-любому барасың ғой. Еркек кісі сені операция істесе де амал жоқ барасың. Ал биде амал жоқ бару керек деген нәрсе жоқ қой. Мен бұл сферада жүргеніме бірінші ай емес, екінші ай емес. Менде де ара қатынас болатын болса, менде ол жақта баяғыда болатын еді. Ол жақтағы адамдар бәрі бір-бірін таниды. Мен ол жақта жүргеніме біраз уақыт болды. Мен ешкімді өзіме жақындатқан жоқпын. То есть мен барамын, өзімнің биімді билеймін, қайтамын. Мен ешкімге ешқандай повод бермеймін. Мен Залқарды түсініп тұрмын. Ол өзінің ойын айтып жатыр да, ол маған ойын айта берсін, ішіне сақтап жүргенше. Хайкилс деген кішкенде қасында жеңілдеу сияқты болып көрінемін. И кішкене шынымен де маған ренжімейді, мен білмейді, оны мен ойлағанмын, кішкене арада дистанс болатын шығар деп ше, ондай емес екен да, мен көруім басқаша. Де ер адам лидер болады деп ше, бір саты жоғары тұрады деген сияқты әңгіме ғой. Өмірде қалай? Өмірде де солай. Соны құрбыңға айтасың ғой. Шұғылай күйен ара қатынастарыңа мен араласқым келмейді. Өздерің араларында шешіп алғандарың дұрыс болады. Білмеймін, не үшін Жанелге бәрің жалып жатсың да, Залқар сен не үшін жалып жатсың мысалы? Сен жұмысына қазір наразылық айтып жатсың. Біректері мен әңгіме айтқан кезде биге әлдеқайда маған әңгіме айтып ғой. Мен деп айттым. Ол жерде көрген емеспін. Ал көргенден кейін басқаша болады. Бұл бейіне де кедергі болады деп ойламаймын негізі ше. Таста деп айтпаймын. Просто маған ұнамайды сол. Ертең бұл қаншама жыл болған ғой бұл нәрсені, дұрыс па? Мен оны айтқым келмейді. Ол неңді таста. Болды, менімен жүресің деп ше. Екі сөйлеу болып жатыр Залқар сенің тараңнан. Енне қарсымын, сосын ұзын киіп келді дедің. Ал биіне ешқандай әңгіме айтқан жоқсың. Жоқтық болғаннан кейін запрет қоямын, сол кезде тастап кетеді деп айттың. Сен брат бір жаққа шықсайшы. Ұнамайды деп жатырмын, бірақ запрет қойып отқан жоқпын. Сразу тастап салам деген сөз болып қалады да. Уақыты келген кезде тоқтайды. Жасым келгенде тоқтайды деп. Сонда жасы келгенге дейін билей берсе болады деген сөз емес қой бұл. Өзінің уақытысы келеді, уақытысы келген кезінде тоқтайды деп. Ол жерде сен сөзбен айттың, мен көзбен көрген жоқпын. Қалай түсінбейсің сен? Жалпы қызыңның белінен ұстайтсаң нормально ма десем, жаман мағынада айтқан жоқпын. Жанел, қараңызшы, мен сізге айтып жатырмын. Айтылған сөзі астары тек қана жігітпен жабысып билейсіз. Ол сіздің күйеуіңізге болашақ өте есі жаман көрінеді деп қана айттым. Кішкене пікір берілген кезде, мысалы, былайнан айналып өтейікші. Ол түнгі клуб емес, түсінбейсіздер. Искусствода жүрген адамдар, олар басқа адамдар болып саналады. Өзіміз даже тренировкаға бара